Соңғы рилсқа кәдімгідей біраз адамдар поддержка беріп жатқандары бар, достар, и одан бөлек кішкене хейт кетіп жатқанда бар. Сіздер көріп жатырсыздар. Менің қалай еңбектеніп жатқанымды бәрін сіздерге көрсеткім келіп жатыр да. Мына шампунь шықты, ол тек қана шыға салып былай бола салатын нәрсе емес. Оның артында қаншама жұмыс бар. Сіздерге соның бәрін күніге сториста мен көрсетіп отырмын. Енді кредит тағып жатқаннан кейін, ақша алып жатқаннан кейін маркетингке де ақшаны жақсы салып жатырмын. И маған обидно болатыны, Тредста болсын, басқа жақта болсын, мына Айгүлдің шампуньі қараңыздар, 5 литр бір гель ма, соған жап-жасыл болып тұрғанға, именно Айгүлдің шампуньі осыдан шыққан ба, осыдан құя салған ба деген сияқты нәрселер салынған адамдарға айтқым келіп тұрған. Сіздер өздеріңіздің салған посттарыңызға жауап бере аласыздар ма? Мен сіздерге заявление жазатын болсам, сіздер жауап бере алмай қаласыздар. Себебі сіздер менің тұтынушым емес, сіздер шампуньді алып, пайдаланып көрген жоқсыздар. Қанбай жатып, осындай деп айтуға мүлдем болмайды. Мен өзімнің шығарып жатқан өніміме Айлун шампуньі 100% жауап бере аламын. Мен ол үшін тұрып бере аламын. Бір сөзбен айтқанда. Ал сіздер не істей аласыздар? Мен мысалы қаншама өзім таныстарыма былай бердім да, қолданып көруге, таныс болсын, таныс болмасын, басқа да таныстары, типа мен де қолданып көрейін деп сияқты алып жатқан жандар бар. И олар шынымен де өзінің шынайы отзывтарын салып жатса, біреулер айтады, әлі продажа шыққан жоқ қой, ол қалай алып жатыр, қалай жуып жатыр деген сияқты нәрседе әйтеуір лишь бір минус іздеп қалу керек та бұл жерде. Просто мен таңғалып жатқаным, сіздерге заявление жазатын болсам, өздеріңізге қиын болады. Ал мен шампуньға 100% жауап бере аламын. Ал жаңағындай өзінің шынайы отзывын жазып, рахметін айтып, шынымен де шампуньді мақтап жатқандарға мен кәдімгідей алғысымды айтамын, және де кәдімгідей риза болып қаламын оның бәрін көріп жатырған кезде. Қаншама ұйқысыз түндер, менің қаншама кетіп жатқан нервім, оның бәрін еще мен заводқа барып, сөйлесіп, осылай болсын деген еңбегімді жоққа шығарып, прикиньте, так обидно оказывается. Өзінің қаншама еңбектенесіз, ана жақта біреу диванный критиктар жатып алып, ой, нет, ол былай шығара салған деген сияқты әңгіме маған кәдімгідей ауыр тиіп жатыр. Но мен жалғыз емеспін, менің аудиториям бар. Құдайға шүкір, қаншама менің оқырманым мені жақсы көретін, мені қолдап жатырған, басынан бастап Айгүл шампунь шығарын аламыз, біз сені қолдаймыз деп жатқан жандар қаншама. Мен соған риза боламын. Ең бастысы сіздер барсыздар, сіздерді жақсы көремін, сіздер мені баяғыдан бері жақсы көресіздер. Қандай менің бастамам болсын, бәрін қолдап жатырсыздар, мені де көріп жатырсыздар. Айгүл, сені мотивация аламын, сондай еңбек қорсын, жалғыз болсаң да деген сияқты. Жалғыздық сезіледі, бірақ сіздер бар кезде мен оны ұмытып кетемін. Себебі көрем ғой, енді хейт жазғандардың астына кәдімгідей мен қолдаушыларым жауап береді. Сол беттеріңізден таймаңыздаршы. Мен сіздердің қолдауларыңызға қатты мұқтажбын. Сіздерді жақсы көремін. Сіздер мен үшін менің барымсыздар. Сіздердің поддержкаларыңыз маған үнемі керек. Мені кәдімгідей мотивация береді маған сіздердің поддержкаларыңыз. Әр жазған маған қолдауларыңыз мен үшін кәдімгідей үлкен бір күш қой. Давайте бәріміз бірге ол кісілерге бір ответка болсыншы. Құдай қаласа, сіздер сол шампуньді алып, сіздерге подарка бұйырсын деп айтамын. И машинада, и басқасы да. Просто мен кәдімгідей жұмысымды, менің еңбегімді обесценивать етіп жатқанына кәдімгідей жаман болып қалдым. Сол үшін де осылай сториске шығып жатырмын да енді. Қазір мен андай болатын болдым, ішімде сақтамайтын болдым. Бәрін қалай бар сіздерге айтып тастаймын, кішкене жеңілдеп қаламын содан кейін. Солай қайта сіздерге рахмет, менімен бірге болып жүргендеріңізге. Мен сіздерді жақсы көремін. Рахмет. Достар, колокольчикті басып, дайын отыруды ұмытпаңыздар, себебі ертең шампуньді алғашқы болып сатып алған жандар арасында сыйлықтар бар. Сол мүмкіндіктерді именно менің оқырмандарым жіберіп алмасыншы деймін. Колокольчикті қалай басу керек екенін аяқта кішкене көрсетіп қоямын сіздерге. Все, давайте дайын отырыңыздар, достар, осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар.